Мен негізі тендердің курсын оқытпаймын. Көп адамдар маған келеді ғой, курс оқимыз деп келеді да негізі. Бірақ олай емес. Менімен бірге жұмыс жасау үшін келеді ғой. Бірге кәдімгі практикалық түрде отырып, разбор жасап, әр қайсына бөлек-бөлек саған мынандай тендер керек, сен осыған қатыс, бұған қатысу үшін былай есептелінеді бұл. Бұны мынаған адамға звондайсың. Давайте бірге звондайық деп. Мен звондаймын, тауып беремін оған, адамдар тауып беремін. Міне бірге жұмыс жасау деген осы. Негізі бұл қазір курсымызда бұның форматы бізде. Менімен бірге опытный адаммен, сол саладағы опытный адаммен жұмыс жасау. Көп кісілер оны курс деп ойлайды. Негізі курс емес. Көрдіңіз ба? Бізде Телеграмда еще бізде чат бар. Ол жерге мен кәдімгі дайын тендерлерді өзім есептеген, кәдімгі өзім отырып, компьютермен отырып есептеген дайын тендерлерді, расходтарын барлығын беріп отырамын. И соны менің шәкірттерім алады дағыны, өздері қатысады сол тендер. Былайша айтқанда, негізі кейбір дайын тендерлерді, ондай тендерлерді мен TikTokқа да, Instagramға да салып жүрмін. Сіздер жазыңыздаршы сондай тендерлерді бұдан кейін жиі салайын ба, керек па сіздерге? Егер көп комментарий өшер, я керек дейтін болсаңыздар, көп адам сұраса, онда мен келесі жолы сондай дайын тендерлерді салып отырамын. Араларыңызда тендерге қатысып жүрген адамдар болса, пожалуйста, алаттағын қатысып, заявка жіберіп ұтып ала береді.